Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай айран қатқан күріш көже жасадым. Тұмауратқан кезде барлық шауру кезінде ем болатын осы көжені бәріміз ішкенде шығармыз. Бүгін соның жасалу жолын сіздерге көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Енді бір стақан күрішімізді алып, өзіңіздің қалауыңызша қандай күріш алсаңыздар да өздеріңіздің қалауыңызша. Менде осындай күріш бар. Осы күрішті қазір қайнататын боламын. 1 литр суға. Міне мен күрішім қайнады. Баяу отта, міндетті түрде баяу отта қайнату керек. Қыздар, көріп тұрғандарыңыздай, қазір менде бір 10 минуттай қайнады. Енді осы ортада айранымызды жақсылап қозғап, бір келкі масса болғанша жақсылап қозғап алатын боламыз. Міне біздің күрішіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай таза пісіп, кәдімгі күріштің барлық құнарлы витаминдерін бәрі суға шығады. Міне жай баяу отта пісіргенбіз. Енді өшіріп, астын айранымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бәрі бір келкі араласып, бірдей болғанша араластырамыз. Міне бәрі бір келкі болды. Енді 1 шай қасық тұзымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Өте дәмді болады. Жаздың күні салқын күйде ішсеңіздер де, тұмауратқан кезде жылы күйінде ішсеңіздер де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап. Міне достар, біздің күрішіміз дайын болды. Күріш көжеміз өте дәмді болып шығады. Жаздың күні салқындатып ішсеңіздер де, қыстың күні тұмауратқан кезде, іш ауру кезінде ішсеңіздер де өте пайдалы. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіркеліп алып, қоңырауша белгіні басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.